Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өзіңді тексер деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Бұл бізде 15-ші сабақ, 3-ші сынып математика пәні. Бұл сабақта сен өзіңнің жетістіктеріңді тексересің. Бірінші білу кезеңінде мәтінде кездескен сандарды өсу реті бойынша жаз. Наурызым мемлекеттік табиғат қорығында құстардың 282 түрі өмір сүреді. Міне 282 деген сан бар. Жыл сайын наурыз айының соңында қорықта 5000-нан астам құзғын қарғалар ұшып келеді. 5000 жаздық. Қорықта үнемі зерттеулер жүргізіліп отырады. Осы жылы қорыққа 243-ті жаздық. Ғалым мен 539-ті жаздық. Студент келді. Соңғы 5 жылда 5 деген сан. 9000-нан астам мектеп оқушылары экскурсия жазады. 9000. Енді осыларды тек қана өсу ретімен жазып алу керек. Бұндай тапсырманы орындамас бұрын балалар алдымен барлық сандарды бір шимай бет қағазға жазып алыңдар. Сосын сендерге егер өсу ретімен болса, өсу ретімен жазасыңдар, кему ретімен болса, кему ретімен кейіннен жазасыңдар. Бірден дәптерге жазатын болсаңдар, әбден шатасасыңдар. Міне 5, 243, 282, 539, 5000, 9000 деп мен өсу реті бойынша жазып қойдым. Келесі түсіну кезеңіне қарайық балалар. Санды сан сәулесінде белгіле. Шешімдер жиынынан қиғаш сызықпен көрсет. Шешімдер жиынына жататын 5 санды жаз. Енді қараңдар, бұл жерде бірінші сан сәулесі дегеніміз білесіңдер, иә? Бірінші сыныпта айттық, сан сәулесі дегеніміз не екенін. Бұл жаңағы сандардың шексіз жиындары, яғни оның барлығын айттық. Енді қараңдар, бұл жерде x 212-ден үлкен дейді. 212-ден. Мысалы, сан сәулесін сыздық, бірінші суретке қараймыз. Сан сәулесін сыздық, оның ішінен біз 212 деп нүктесін таптық, міне қызылмен белгіленіп тұр. Енді келесі сандар 212-ден үлкен сандар, яғни қараңдар штрихталып жазылып тұр. X, яғни 212-ден кез келген шексіз үлкен сандардың барлығы, кез келгені болуы мүмкін. Сол жерден шешімдер жиынынан мен мысалы кез келген 5 санды жаздым. 220, 225, 230, 235, 240-ден. Сендер кез келген сан жаза беріңдер. 242, 253 деп кез келген 5 сан жазуға болады. Келесі, енді x 192-ден кіші. Яғни сан сәулесін сызып аламыз, 192-ні табамыз. Нүктесін енді содан кіші сандардың барлығын қараймыз. Міне 192-ден кері қартай, көрдіңдер ме? Штрихталып тұр, кері қартай штрихталып тұр. Енді бұл жерде 190, 182, 173, 165, 154 кез келген мен 5 санды алып жаздым. Сендер кез келген сандарды жаза беріңдер. 190, 191, 189 деген сияқты кез келген сандарды жаза беріңдер. Келесі, қолдану кезеңі балалар қараңдар, ауызша есептеп дұрыстығын тексер дейді. Енді бұл жерде 3 таңбалы сан болғандықтан мен бірден сендерге мынаны баған түрінде есептеп, астына дұрыстығын тексеріп қойдым. Қараңдар, бірінші 358-ден 258-дің азайтындысы 100, 100-ге 258 қосамыз, 358 тексеруі. 250-ден 50-ді азайтамыз 200, 200-ге қосамыз 50 тең 250. 150-ге 40-ды қосамыз 190, 190-дан 40-ды азайтамыз 150. 98-ге қосамыз 102-ні тең болады 200, 200-ден азайтамыз 102-ні тең болады 98. Енді арқартай баған бойынша есептеп дұрыстығын тексер дейді. Мына жақта қараңдар. 900-ден 568-ді азайтамыз 332, 138-ге 568 қосамыз 900. 1000-нан 649-ды азайтамыз 351, 351-ге 649 қосамыз 1000. 259-ға 456-ны қосамыз 715, 715-тен 456-ны азайтамыз 259. 551-ге 264-ді қосамыз 815, 815-тен 264-ді азайтамыз 551 екен. Жақсы, келесі талдау кезеңі. Талдау кезеңінде заңдылықты анықта, қатардағы сандарды ары қарай жалғастырып жаз. Кез келген осылай заңдылық берілгенде балалар 1 немесе 2-3 сандар жазылып тұрады. Бұл сендерге арнайы жасалған подсказка. Оны қалай пайдаланамыз подсказканы? Мына жерде қараңдар, 303, 340, 377 деген сандар бізге подсказка ретінде берілген. Енді біз осыны ары қарай үзбей жалғастыру үшін, қандай заңдылықпен болғанын білу үшін не істейміз? 340-тан 303-ті азайтамыз. Үлкен тұрған саннан кіші тұрған санды азайтамыз. Сонда біз арасында қандай сан бар, мыналардың арасында қанша сан аттап тұр, қанша сан секіріп тұр, соны білеміз. Көрдіңдер ме балалар? Енді қараңдар, міне 303, 340, 377. Келесі сан сендер өздерің ойлап көріңдер. Мен қандай сан арқылы аттадым? 414, 451, 488. Бұл сендерге мысалы, мынаны 488-ден 451-ді азайтсаңдар, арасында қанша сан аттағандарың белгілі болады. Көрдіңдер ме? Тура сол сияқты 560, 520, 480, 440, 400, 360 міне көрдіңдер ме? Бұл да арасында белгілі бір санды аттап кемітіп отырдым. Яғни қанша сан кемітіп отырдым. Мына бірінші қатарда арттырып отырсам, екінші қатарда кемітіп отырдым. Яғни соны тапсаңдар болады.
Келесі жинақтау кезеңі берілген сызба бойынша әріпті өрнек құр. Міне әріпті өрнек деген А, Б, С деген кез келген әріптерді қоюға болады, иә. Мысалы қараңдар, міне өзі подсказка беріп тұр. А мен Б-ны қойыңдар деп. Мысалы бірінші белгісіз сан А болсын, екінші белгісіз сан Б болсын. Жақшаның ішінде, яғни Б азайтылған 118 А-ға қосамыз, Б мен 118-ні азайтынсын. Енді осыны мына жерде А-ға 3 мән берілген, Б-ға 3 мән берілген, соны пайдаланып өрнектерді құрастырып, оның мәнін табады екенбіз. Ол үшін не істейміз? 425-ке қосамыз, 315-тен 118-тің азайтынсын. Тең болады 622. 128-ге қосамыз, 245 пен 118-ні азайтынсын. Тең болады 255. 119-ға қосамыз, 123 пен 118-дің азайтынсын. Тең болады 124. Енді қараңдар, бұл қайдан шықты деп ойламаңдар. Бұл мына А және Б деген теңдіктердің мәндерін қойып отырмын. Жақсы, келесі бағалау. Бұл енді соңғы кезең, балалар. Әлия өрнек пен оның жазылуын дұрыс сәйкестендірмей тексер, қателерін түзе. Енді бұл жерде балалар математикалық сауаттылыққа байланысты. Яғни математикалық диктантты дұрыс жазған бала бұны қателеспейді. Ол дегеніміз қалай? Яғни оқыған өрнекті дұрыс түсіну. Мысалы, қосындыға айырманы қосу дейді бірінші. Ол қосындыға дегеніміз, міне 250 мен 250-дің қосындысы. Міне қосынды соған қосамыз, міне ортасында қосу саны тұр. Айырма 900-ден 400-дің айырмасы. Яғни 250 мен 250-дің қосындысыдан қосамыз айырманы. Көрінер ме? Бұл дұрыс. Біріншісі дұрыс. Екіншісі қате, қараңдар. Екеуісінің орны ауыс кеткен не себепті? Қараңдар. Саннан қосындыны азайту. Сан дегеніміз міне 900. 900-ден азайтамыз 120 мен 200-дің қосындысын. Яғни көріндер ме? Түсініп, тыңдай білу керек, түсіне білу керек. Екіншісі сандардың айырмасынан санға қосу. Айырмасын санға қосу. Яғни қараңдар, міне 840 пен 140-тың айырмасын 200 деген санға қосу керек. Көрінер ме? Екінші жаңағы неде жолда екі өрнектің орны ауысқан екен. Міне балалар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Сендерге бүгінгі видеоның пайдасы тиеді деген ойдамын. Осы мен айтқан кеңестердің ішінен алдағы уақытта өздеріңе сабаққа біреуін болса да өздерің қолдана жүреді деген ойдамын. Менің каналым сендерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, достарыңмен бөлісе отырыңдар, және міндетті түрде қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңдар. Себебі қоңыраушаны бассаңдар, мен сендерге жаңағы жүктеген видеоларды үзбей көріп отыратын боласыңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.